Ассалаумағалейкум ағайындар, менің қасындағы адвокат Сәрсенбаев Нұржан. Барлықтарыңыз естіген боларсыздар, көрген боларсыздар, әлеуметтік желі шулады ғой. Атыраудағы жеке кәсіпкерді экология департаменті, экологияға кішкене банағыдай кесірін тигіздің деп 37 миллиард штраф салған. Ол тарихта болмаған, Қазақстанда кәсіпкерге бұндай штраф салады деген. Тұшоға ондай штраф салмаған, АНПЗ-ға ондай штраф салмаған, халықты күндегісін күнде улап қырып атқан. Бір жеке кәсіпкерге экологияны бүлдірдім деп 37 миллиард штраф салады. Соны қорғаған адвокат Сәрсенбаев Нұржан. Біздің Атыраудағы әкімшілік сот қарайды, экология департаменті протокол толтырады, әкімшілік сот қарайды, судья Ергазиева 37 миллиард штраф салады, жаңа кәсіпкер обжаловать етеді, апелляция береді, апелляция біздің областной сот қарайды, ол өзгеріссіз қалдырады, кәсіпкер онымен қолын сілтемейді, қорғаушымен бірге кассациялық сотқа береді Астанаға. Міне, Астанада кассациялық сот қаралып, манағы 37 миллиард штрафты заңсыз деп үкім бұзды. Ешқандай штраф төлемейді кәсіпкер. Яғни банағы Ергазиеваның шығарған шешімі бұзылды. Одан кейін областной сот қарады, ол да өзгеріссіз қалдырды, білмеймін олар не қараған. Жалпы айтқым келіп отырғаны, бізде қаншама адамдар бар, әкімшілік сот қарайды, қаншама адамдардың тағдырын шешіп жатыр, қаншама адамдар айыппұл салып жатыр, қаншама адамдар қамап жатыр, қаншама адамдардың правасын жіберіп жатыр, 7 жылға, өздерін 15 суткіге қамап. Кейбір адамдар бар, барлығы бірдей кінәлі емес. Судьялардың да барлық шығарған шешімдері барлығы заңды емес. Қаншама судьялар бізде ұсталып жатыр взяткамен. Ал сол судьялардың шығарған шешімдерін, кезіндегі шығарған үкімдерін барлығын бұзды ма? Ешкім бұзған жоқ оны. Мүмкін білмейміз ғой, жемқорлықпен сол үкімдер шығарған болар. А бізде қаншама біршама судьялар ұсталып жатыр бізде взяткамен. Қаншама адамдардың кезінде тағдырын шешіп кетті сол судьялар мысалы алып қарағанда. Жалпы айтайын дегенім, құрметті қазақ елі, қолдарын сілтемеңіздер, соңына шейін барыңыздар. Астанадағы мысалға кассация осы екі шешімді бұзған сот білімсіз емес қой. Бұл жердегілер барлығы білімді азаматтар отырған, алтта шешімін бұзды. Мұнайлы Атыраудың спецавтовазының тракторы мынау деген қараңдаршы. Миллиардтаған субсидия алады бұлар. Халықтан ақша алады. Кісі басына төлеп жатыр, жылдан жылға өсіріп жатыр. Тарифтің бағасын. Дым техникалар жоқ қой, ұят қой. Түтіндік кәді, енді қараңдар, экология департаменті. Деген түтіндік кәді, әрен кәді, көпесін әрен жүйрек. Осымен тасайды мусорларда. Ұят мұны. Қанжерен бұрылу көрік, поворот жанар ма екен? Поворотта жанбайтын болар осын. Бұрылу керек еді ғой мына жерден, оңға. Оңға бұрылу керек қой мына жерден. Поворотта жанбайды бұл деген, көрдіңдер ма? Өкпесін әрен сүйреу жоқ бұл деген трактор деген. Мына спецавтовазы. Атырау қаласы, Балықшы мөлтек ауданы, мына Ахмедиярова 26-шы үйдің алды. Мына Амин апа деген, өз күшімен осы теректерді, гүлдерді өз күшімен отырғызған. Қараңыздар, қандай әдемі. Қазір осы апа осы жерге қоршау керек дейді. Мына ограждение. Өзім арғарай нетем дейді. Қарайын дейді бұл жерді. Одан басқа су керек дейді, поливной. Және чернозем керек дейді. Мына қараңыздар. Өз күшімен құйып жатыр. Үйінен кранттан үйінен алып мына. Апа, өз күшіңізде құйып жатсыз ба, Амин апа? Мен подвалға счетчик салдым, маған кескайте счетчик қойыңдар и поливайте. Счетчик қойып поливайте. Шыл уже осы. Мына акимат ЖКХ Хайруллин Арман мырза, мына осы апаға көмектесейік. Мына осы жерін қоршауға, және чернозем, және поливной су керек осы жерге.